Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Бекіш, яғни Бестерс арнасы және мен Бекіш. Бүгін мен летсплейімді жалғастырмақшымын. Бүгінгі летсплей достар, бірдеңе салмақшымын. Және каналының атын көргенде Бестерс KZ деп қойдық. Яғни бұл жерде Best Gamers дегендей мағына, яғни Best Gamers мықты ойыншылар деген мағынаны білдіреді. Ал Бестерсте өзіміз қысқаша қалдырып сөйтіп өзім қойып қойған болатынмын. Best Gamers KZ деп қойғанша. Және де қазір мен не істеймін? Осындай жерден келдім, анау жақтан келдім, мінекей березалар тұрды ғой, сол жақтан мына жерге келдім. Және де мен аяқтан андай бірдеңе тауып алдым. Және мен мына жерге кеп көшіп, қонып, осы жерде тұрмақшымын. Мына жерде сиыр, қой және де тауықтар бар. Бұл өте бізге ыңғайлы. Вот достар, солай. Қазір мен не істеймін? Маған негізінен шахта түсу керек, өйткені менде өте аз заттар. Так, мына саженецті мына жерге еге салайын. Саженец дегенде есіме түспей қалды просто. Так, және де мына жерге береза үй дубтарды, яғни бревналарды салып қояйын. Мына дуб, тыква, шерсть және де земля, палка өзімен жүре берсін. Мына салсам, және де өзімен бірге неме жасалатын болады, мінекей. Қалайды. Вот осыны кирканы, яғни кетік. Енді біз шахта қазып, шахтаға қарай түсейік. Шахтаны аяққа қазым келіп тұр мен что-то. Так, осылай. Так, музыка, мына кішкене битке азық қойып. Так, осылай достар. Жалпы айтқандай достар, мен алдыңғы сериаларды айтқан болатын, мен веб-камерамен түсірім керек болатын деп. Яғни мен веб-камерамен достар әзірге түсіре алмаймын. Веб-камера дайын тұр, просто менде микрофон жоқ. Яғни мен қазір микрофонды ыңғайсыз қылдырып қойып түсіріп жүрмін. Даусым анық және керемет естілу үшін. Сондықтан да достар, бұл веб-камерадан, яғни камерадан ыңғайсыз көрінеді, бір түрлі көрінеді. Сондықтан да мен кейін бастаймын деп жүрмін олай. Так, мен ажыра қойын. Достар, негізі шахта түскенде бұл неме, яғни шейдер пайдасынан көрі андай зияны көп. Шейдер андай әдемі үшін ғана. Ал шахтада достар тым қараңғы болып тұрады. Яғни шын өмірдегідей. Қолыңа факел ұстап жүрген өзіне мінекей осындай болып көрініп тұрады. Так, мына жерге түсе берейік. Негізі андай шахта тауып алсақ өте керемет болып еді. Шахта тауып алсақ өте керемет болып еді. Өйткені ол жерлерде железо, уголь және де басқа да заттар көп кездесе береді достар. Сондықтан да бізге шахта, яғни пещера дейік, шахта деген емес. Пещера тауып алсақ, соның өзіне шүкір дейміз. Так, шахта түбіне қарай тапсақ, қандай алмаздар көп кездеседі. Ал пещераны өзін тапсақ достар, онда да железо енді былай кездеседі көбінесе. Уголь екеу. Так, біз қай блокқа келдік? Біз 42-ші блоктамыз әлі. Ойбай. Бізге 10-ші блокқа дейін, яғни 10 емес, жарты 15-ке дейін түсу керек. Яғни блок деген көріп тұрған шығарсыздар, сол жерде 39 деп тұр қазір. Вот соны біз түсуіміз керек біз. Так, достар, сериалар, яғни менің основной каналымнан көрі осында көп видео түсіріп жүрмін қазір бастап. Яғни неге десеңіздер, мен основной каналымда яғни сериал түсірем. Сериал достар өте қиын түсіру, монтаждау бәрі қиын достар ол. Сондықтан мен оны әзірге түсіре алмаймын. Мына бәрін өзіме ыңғайлы және де оңай. Бұл каналда яғни выживание ғана емес, бұл каналда достар тоже қалай айтсам болады, сериал түсіріледі достар. Сериал ол обязательно, ол любой жерде, везде кездеседі ол. Күтсеңіздер болды, ол қызықты болады енді, точно достар. Сериал деген қызықты болады. Бұл арнада мен айтып кеткендей, кім екеуміз ғана жұмыс істейміз, Сағана екеуміз ғана. Алдағы уақытта балаларды алып бірге видео түсіреміз. Әзірге Сако екеуміз екі жақтан түсіріп отырамыз, яғни солай. О, мінекей уголь кездесті. Уголь маған керек достар. Яғни алдыңғы серияда уголь вообще көп кездеспеді, сондықтан да уголь көп кездестірейік. Және мен достар бүгін үйдің бір бұрышын жасап қойым керекпін.
Оны қазір жасайтын боламын. Осы шахтадан осы угілді алайын. Болды қойдым, өйткені мен қазір шахтаны видеода қазғанды жек көремін. То есть іздегенді шахта там қалай айтсам болады, пещераны іздеген достар көп уақыт алады. Так, мен үстіге қарай шығайын. Так, мынаның бәрін алайын мен. Осылай кеттім үстіге. Мінекей достар, бізде яғни 20 угіл шықты. Жақсы, 20 угілдің ішіне салсам, және железаны қайнатып қоя берейік. Так, мына жердегі березаларды алайық. Мына жерге үй салып бастайық достар. Так, оған мына жерлерді тазартып алайын мен. Достар, мінекей 42 штук шықты. Бұл өте керемет. Қазір мен қазірден бастап, мінекей 43. Қазірден бастап мен достар так егіншілік жасап қоймын, өйткені біздерде кейін нан керек болады. Өйткені бізде мына сиырларды, қойларды өлтіре алмаймыз. Бұлар бізге өте одай қажет болады. Тамақ таппай қалсаң ертең қиын болады. Сондықтан да біз қазірден бастап нанымызды тауып жеуіміз керекпіз. Так, мынаны 4-4-тен бүйтіп қойып, өтірік болсын, шын болсын, екі қоюымыз керекпіз. Так, мына гравит мына жерге дейін сындырып тастайық қойық, сындырып қойын деген. Так, кеш батып отыр. Жаман, өте жаман, бізге мешіт етеді кеш батқан. Так, 300 неше? 26 болып кетті ме? Ой, то есть 46 болып кетті ме? Так, мынаның бәрін алып тастайын. Өйткені достар, гравит жек көремін, осыны тұрған жек көремін. Так, былай қойып шайын, және де егіп қоя берейін уже. Так, бұл өсе берсін, әрине өте керемет болады. Біз ертең осыдан нан жасаймыз, яғни кішкене көбірек болса жақсы болар еді деймін да. Так, жете қалды. Так, осылай. Болды, жетеді. Біз тез ұйықтап алайық. Қазір бізге жарық болған өте керемет болып жетті. Так, только ночь дейді. Ночь болды ғой. Так, мен палканы аламын да. Мына жерден. Так, осылай. Ұйықтап алайық. Ұйықтап алған өте керемет. Қазір жарық болады. Мінекей әдемі. Енді үйді салып бастай берейін достар. Артық заттарды алып тастайын. Үй достар кішкене үлкен болса жақсы болар еді. Березадан болады. Так, оған дейін мына жерді тазалап тастайын, иә достар. Жылдам. Достар, уже мінекей енді салып бастамақшымын. Так, өйткені мына жерді мен тазаладым мінекей. Қателеспей жылдам дұрыстап салу керек. Так, кішкене үйдің аяққа қарай болсын. И достар, үлкен болған жөн деп ойлаймын. Өйткені бір-ақ адам ойнамайды. Бұл выживанияны көп адам ойнаймыз алдағы уақытта. Сондықтан да кішкене үлкен үй керемет болған дұрыс деп ойлаймын. Так, мына жерде біз сан екеуміз по-любому бір үйде тұратын шығармыз. Солай үміттемін, енді білмеймін. Или ол өзіне жеке салуы ма, білмеймін. Так, оны көре жатармыз. Мүмкін саламыз, мүмкін салмаймыз. Мыналарды қоя тұрайын әзірге. Маған не керек? Полға қандай неме қойсам болады? Оған ағаш жинағым келіп тұрған жоқ. Мен пол дейінші мен надан жасасам. Булыжник. Өте керемет булыжник. Так, қоя берейік. Разница жоқ. Өйткені по-любому осы болады шығар деп өзім ойлап тұрғам жаңа. Так, мынаның бәрін қойып шайын. Арна тіркеп лайк басу керек достар. Арна тіркесеңіздер өте керемет. Бұл достар өте бізге андай мотивация береді. Видео түсіріп қайта. Сондықтан да арна тіркеліп отырыңыздар. Менде полға жетпей қалды. Ё-майо. Так. Бұны келесі бөлімге жалғастыратын десеңіз, бізге материал жетпей жатса. Үйді салды, я. Солай қызық болып кетеді. Так, мынаны бір бұрышын жасап қояйық енді. Хотя осылай. Так, жақсы булыжникті бірдеңе жиналады. Үйді сөйтіп жасалынады. Так,
ана ушунда мен сундуктар жазып койгум келип тур, өйткөнү қазірден бастап солай дұрыс деп ойлаймын. Или қайсы емес па? Мынаны қайтадан мынаны орнатып қойшы, әдемі болып тұр. Иә, так. Мынаны жасай берейік енді. Басқа не істейміз? Мынаны жасай берейік. Достар, есікті қалай қойсам болады екен? Мына жақтан ба, или мына жақтан ба, мына жақтан ба? Мен қазір мына жерден қоюыма болады, так. Примерно осы жер ма? Осы жер болады ойында. Қателеспесем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, былай 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, так, мына жерді былай қазайық. Осылай екі неме болады шығар. Ойық дей ма? Ең аяғынан. Осылай ойлаймын, өйткені ар жақ мына жақтан айналып жүрудің қажет емес. Мына жақтан деген, мына жақтан просто шахта болады. Мына жақта егіншілік, мына жақта малдарымызды сөйтіп өсе береміз. Мына жақта өз кәдімгі біртүрлі болды ғой. Сундукты сындырып алайын. Печканы. Ар жағындағы мынаны өйткені дұрыс орналасып тұрған жоқ олар. Мынаны кейін алып тастаймын өзім. Енді мына жерге орната берейін печкаларды. Осылай. Короче, тұра берсін, осылай кейін дұрыстап қоятын боламын. Вот, осылай. Иә, достар. Үйіміз енді әзірге біткен жоқ. Көріп тұрғандарыңызды енді. Бітпеген көріп тұрсыздар, итак, сондықтан да осылай болып қалады шығар. Әзірге кейін өзгертетін боламын, то есть өзгертпеймін, кейін жалғастырамын достар. Блужник қойып, мына жерді істейтін боламын келесі жолдары, терезе, шатыр, сөйтіп бөлістемесек, менде достар, короче, қиын болып кетеді бір видео сыйдыру. Сондықтан да осы видеоға давайте лайк басып арнаған тіркеліп отырайық. Сіздермен болумен Bestters каналы, және мен Бекіш деп айтайын. Қызық екен. Аман сау болыңыздар, давайте видеоға лайк басып отырайық.